Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Екі оқырмағаным айтқан екен, осы жолғы бұқалардан қанша пайда қалды деген сияқты. Тағы бір оқырманым дірәбілкіңді көрсетті деген. Міне 4 саламен жарып берем арпаны. Азанғы рецепт айта кетейін, қайта сұралып жатыр. Бірінші шөп беріп болдым. Шөп беріп болғасын мынандай ыдыстармен жеке суардым. Сосын алдына жемді, екеуіне 2 шелек бір астаудан жейді, төгіп үйіп қойдым. Мынаған 1 шелек, мынаған 1 шелек. Осылайынан салдым. Кешке тағы да суарамын, өз ыдыстарымен суарамын да. Қайтадан жем төгіп қоям. Яғни шөп бір-ақ рет. Ал енді мына жерде тұрған бұқалардан 100 күн ат көрім. 11 бұқа, 1 құнажым болды. Общий салмағы 2023 килограмм. Одан 172 килограмм құнажын шығарып тастайсыздар. Одан тағы да 33 килограмм, әр басқа 3 килограммнан скипка шығарып тастайсыздар. Соны апарып 2370 теңге көбейтесіздер, ол бұқаның салмағы. Жаңа 172 құнажыннан 3 килограмм скиппін алып, 169 2000-ға көбейтесіздер, ол құнажын салмағы. Сосын екеуін қосасыздар. Ортағы 168-ден айналды, жаңағы 3 килограмм скиппін алсақ 165-ден айналып тұр. Яғни 100 күн ат көрім. Әр бастан Алла қаласа 100 000 теңге жем шөбін шығарғанда таза пайда. Мыналар машинаға сыймай қалған 4 семіз бұқа және 1 құнажын бар. Бұларда 100 күн болды міне. Енді мынау бергісі таяуда кірген, түрі де айтып тұр, бұл даяр емес. Тоңып та тұр жынды. Енді мынау даяр, 1,5 ай болған құнажын. Бұлардың да алдында жем шөп сулары міне. Мынау су ішпеген. Ішкенше тұра берсін деп қойып қойдым. Негізі ана құнажы мен мына бесеуін күннің суы қайтқасын. Тағы да жанына мал тауып, бір машинамен апарып келуім керек. Бұйыртса мал тапқанда балдызымның малдары мойнына кіріп кеткен ба өзінің? Мойны қиып кеткен жоқ па? Күйлері жақсы семіз, мойындар күжірейген. Осы пайдаңызда, осы дірәбілкіңізде, осы даланы бір көрсетейін. Дала бізде 40 сантиметрдің үстінде қалың қар жауда. Бүгін кештен бастап ауа райы суы мүмкін міне. 40 сантиметрден жоғары болмаса кем емес. Бұлардың жем шөп суын бәрін беріп болдық. Енді есігін жауып қоямыз да қар көрейміз. Болды осы. Әлі күнге тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, малы бар достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ана қораны көрсете кетейін дұрыс. Ана қораны көрсете кетеміз. Ана қорадағылар бүгін кештен бастап бетпе-бет аязға қарсы келу керек. 2 күнге шыдас екен деп Алладан тілеп тұр. Міне қар деген қалың. 2 күн аязға шыдап берсе, мен оларға 200 күнге бұйыртса жақсылап қарап берем. Бұларға өзі кіргеніне 1 апта 10 күн болды. Күйі семіз болғанда аязға мойымайтын етті. Мыналар жай сиырлар. Алдарында жем шөбі тұр міне. Барлығының алдында жем шөбі тұр. Мынау буаз еді, байқұс ауырып тұр ма, бірдеңе болып тұрген, Құдай өзі сақтасын. Бұл жем шөп тұрып жеген жоқ. Осы тұрғанда жесін деп осыларға тастап кеттім. Міне қазір мына 4-еуін айдап жіберем, мынау ауырып тұр жата берсін. Аналарды айдап жіберем, су ішіп келу керек. Күн шамалы жылынған кезде далаға айдап жіберем, кешегі үйренген жеріне барып су ішіп келу керек. Күн суық деп суармай қоюға болмайды менше. Бұның өзін жіберсеңдер, өздері біледі қаншалық су ішу керек екен. Әйтпесе, су ішпесе жеген жемдер бойына қонбайды ғой, тығылып қалады. Бұларды да суарам, бірақ әбеттен кейін суарам. Күннің біраз сынсын, күн әзір суық болып тұр. Бұларды суаратын кезде мыналарды далаға айдап жіберем, барып келеді.